Саламатсыз ба балалар? Бүгінгі тақырыбымыз сандарды салыстыру. Сандарды салыстыру дегенім жұп құрастыра отырып, сандарды салыстыруды үйренесіңдер. Сандарды салыстырғанда біз теңдіктерді пайдаланамыз, яғни тең, тең емес деген теңдіктерді. Теңдік белгісі мынау, тең деген белгі. Мұны тең емес деген белгі. Яғни тірек сөздер тең, тең емес дегенді қолдану арқылы сандар салыстыруды үйренеміз. Мысалы, алма мен үш бұрышты салыстырайық. Қанша алма, қанша үш бұрыш бар? Екеуі тең, себебі 4 алма, 4 үш бұрыш бар. Сондықтан тең деп есептейміз. Бірінші топта зат саны қанша болса, екінші топта заттың саны сонша. Сондықтан екі топта заттар саны тең деп аталады. Екінші мысалға келетін болсақ, бұл тең емес. Егер бірінші топта саны көп болса, екінші топта заттың саны аз болса, заттары тең емес болады. Яғни 4 алма, 3 үшбұрыш тең емес. Тағы бір мысал келтірейік. Суретті қарап, заттарды салыстыр. Қайсысы артық? Алмұрт па, әлде карандаш па? Есептейміз қанша. Бірінші топ, екінші топ. Бірінші топта 9, екінші топта 8, яғни бұл тең емес. 9 мен 8 карандаш. Тағы да бір мысал. 4 бұрыш және 4 үш бұрыш. Бірінші топ пен екінші топ сандары тең, яғни 4-те 4 тең таңбасын қолдану арқылы тең деп анықтаймыз, есептейміз. 1 мен 1 тең болады, 2 мен 2 тең болады, 3 пен 3 тең болады, 4 пен 4 тең болады, 5 пен 5 тең болады, 6 мен 6 тең болады, 7 мен 7 тең болады, 8 мен 8 тең болады. Енді тең еместі алайық. 2 мен 3 тең емес, 5 пен 7 тең емес, 9 мен 3 тең емес. Тағы да бір қайталап жіберейік. Сандарды салыстыру, жұп құрастыра отырып, сандарды салыстыруды үйренеміз. Яғни тең емес таңбаларын қолдану арқылы анықтаймыз. Бірінші топтағы зат саны қанша болса, екінші топтағы заттың саны сонша. Сондықтан екі топтағы заттар саны тең болады. Ал екіншісінде бірінші топтағы зат саны көп болса, екінші топтағы заттың саны аз болса, ол заттарды тең емес деп атаймыз. Мысал келтіретін болсақ, тағы да 4 алма, яғни 1, 2, 4 деп санаймыз. 3 бұрыш қанша? 3 бұрыш те тең, яғни бірінші қатар, бірінші топ және екінші топ, бірінші топ пен екінші топ қанша болса сонша, екеуі тең болғандықтан, сондықтан олар тең деп есептейміз. 4-те 4 тең. Тағы да бір мысал келтірейік.
1 мен 1 тең, жаттап аламыз. 2 мен 2 тең, 3 пен 3 тең, дәптерге жазып алайық. 4 пен 4 тең, 5 пен 5 тең, 6 мен 6 тең, 7 мен 7 тең, 8 мен 8 тең, 9 мен 9 тең, 10 мен 10 тең болады. Мынаны салыстырып көрейік. Доп пен карандаштар. Екеуі тең емес, себебі 7 доп, 6 карандаш. Бірінші топ пен екінші топта заттар саны тең емес. Ары қарай тағы мысал келтірейік. Төртбұрышты есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Үшбұрышты қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни бұл тең болады. Бірінші топ пен екінші топ сандары 6-та 6. Яғни тең деп аламыз. Тең белгісін қолданамыз. Осылай заттарды, сандарды салыстыру арқылы теңдік белгісін қолданып үйрендік.